Сәлеметсіздер ме оқушылар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы өлшеулер мен есептеулердің дәлдігі, үлкен және кіші сандарды ықшамдап жазу деп аталады. Енді бірінші тақырыбымызға, бүгінгі сабағымыздың бірінші тақырыбына тоқталайық. Өлшеулер мен есептеулердің дәлдігі. Өткен сабақта біз ғылыми әдістерді қарастырған кезде физикадағы негізгі ғылыми әдіс ол эксперимент деп айтып кеткен болатынбыз. Эксперимент жасау үшін, яғни тәжірибе жасау үшін біз арнайы бір құралдарды пайдаланамыз. Ол құралдарды қалай пайдалану керек? Соны білу үшін біз және де өлшеміміз дәл болу үшін келесі ұғымдарды білуіміз қажет. Мысалы, өткен сабақта біз сіздермен физикалық шамалар, халықаралық бірліктер жүйесі деген тақырыпты қарастырған кезде ұзындықтың өлшем бірлігі метр дедік. Тәжірибеде ұзындықты немесе қандай да бір дененің сызықтық өлшем деп отырғаным, ол дененің биіктігі, ұзындығы, енін арнайы сызғышпен өлшейді. Сызғыш бізде осы ұзындықтың өлшеуге арналған аспап болып табылады. Енді бірақ та сызғыштың да бірнеше түрлері кездесуі мүмкін. Сіздерге көрсетіп отырған сызғышқа назар аударайық. Енді бұл жерде сызғышта сіздер арнайы бөліктер мен сандарды көріп тұрсыздар. Ол шкала деп аталады. Арнайы сандары және бөліктері бар. Ол аспаптың үстіне белгіленген. Енді осы есептеулердің дәлдігін сипаттау үшін бөлік құны деген ұғым енгізіледі. Бөлік құнын мен қысқаша b нүкте q деп белгілейін. Бөлік құны деген шаманы есептеу керекпіз. Бөлік құны дегеніміз ол осы өлшеуіш аспаптың бір бөлігін қаншаға тең екендігін сипаттайды. Бөлік құнын табу үшін бізде мысалы екі көршілес санды аламыз. Ол мысалы 10 мен 5. Соңғысынан кейінгісін азайтамыз. 10-нан 5-ті азайтамыз. Және де осы 10 мен 5-тің арасында қанша бөлік бар, сол бөлік санына бөлеміз. Бөлік саны көріп тұрғандарыңыздай 5. Ендеше аталған осы қолымыздағы сызғыштың бөлік құны 1 сантиметрге тең. 1 сантиметрге тең. Енді бөлік құнын сондай-ақ сіздер өздеріңіз қолданатын сызғышта назар аударсаңыздар, ол жерде екі санның арасындағы бөліктер саны 10-ға тең. Ендеше бөлік құны 0,1-ге тең болады. Ендеше бөлік құны неғұрлым аз болатын болса, сіз тәжірибе жасау барысында өлшеулеріңіз соғұрлым дәл болып табылады. Енді өлшеулер мен есептеулердің дәлдігіне тағы да бір мысал келтіретін болсақ, қандай да бір дененің ұзындығын, жалпы ұзындығын қалай табады? Ол үшін өлшеу нәтижесі бар. L1 деп белгілейік оны. Және қосылған қандай да бір дельта L шамасы. Плюс-минус деген қой. Дельта L шамасы. Енді бұл жердегі дельта L шамасы дегеніміз не? Дельта L шамасы дегеніміз ол біз осы өлшеу нәтижесі негізінде жіберетін қателігіміз. Немесе аспаптың қателігі деп аталады. Аспаптың қателігі. Аспаптың қателігі. Оны қалай анықтаймыз? Аспаптың қателігі ол бөлік құнның жартысына тең. Яғни жаңағы дененің ұзындығын, мысалы біздің қарастырып отырған, мен осы бөлік құн жазар кездегі сызғышты пайдаланып орындайтын болсақ, онда бізде дельта L аспаптың қателігі 0,5 сантиметрге тең болар еді. Бұл барлығы бізде өлшеулер мен есептеулердің дәлдігіне байланысты. Яғни бұл жерде бөлік құны деген нәрсені білу керекпіз, аспаптың қателігі деген нәрсені анықтаймыз. Содан кейін барып біз өлшеніп жатқан дененің өлшемін анықтаймыз. L1 дегеніміз ол өлшеу нәтижесі, яғни сызғышымыз қанша көрсетеді. Енді осы сабағымыздың екінші тақырыбына көшейік. Ол үлкен және кіші сандарды ықшамдап жазу. Физикада және де астрономияда біз үлкен шамадағы сандармен жұмыс істеуге тура келеді. Мысалы, жер мен күннің арасындағы арақашықтық 150 миллион километр.
150 миллион километр. Немесе вакуумдегі жарықтың таралу жылдамдығы 300 мың километр секунд. Немесе өте кіші сандармен де жұмыс жасаймыз. Мысалы, ол сутегі молекуласының өлшемі дейік. Мінекейіңіздер. Сутегі молекуласының өлшемі. Қандайда математикалық амалдар орындау кезінде келтірілген мысалдардағы сандармен жұмыс істеу ыңғайсыз болып табылады. Сол себептен осы сандарды стандарт түрде жазу немесе ықшамдап жазу әдісін қолдануға болады. Мысалы, жер мен күннің арасындағы арақашықтықты біз ықшамдап жазатын болсақ, бұл жерде ықшамдап жазуда екі көбейткіш қолданылады. Біріншісі ол бүтін сан немесе үтірлі екі сан қолданылады. Және де екінші көбейткішіміз ол бізде 10 дәрежесі бар. Мысалы, 150 миллион километрді біз былай жазамыз. Жазып қойып 150 миллион километр. Ықшамдап жазу барысында оны 1,5 және қанша орын жылжыдық, соған байланысты. 6, 8, көбейтілген 10-ның 8 дәрежесі километр деп жазуға болады. Яғни 10 мұндағы біздің екінші көбейткішіміз, бірінші көбейткішіміз 1,5, ал бұндағы 8 біздің дәреже 10 санының дәреже көрсеткіші болып табылады. Енді біз міне үтірден кейін қанша орын жылжыдық, сол сан біздің екінші көбейткішіміз, яғни 10-ның дәреже көрсеткіші болып табылады. Енді кіші сандарды ықшамдап қалай жазады? Соған да тоқталайық. Мысалы, жаңағы біз келтірген сутегі молекуласының өлшемі. Бұл санды ықшамдап жазу барысында ол мәнді былай жазуға болады. Мына жаққа жазайын. Тең 2,3 көбейтілген 10-ның неше орын жылжимыз? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 сантиметр. 10-ның -8 дәрежесі сантиметр. Мінекейіңіздер, математикалық амалдарды орындау барысында үлкен және кіші сандар ықшамдап жазу өте ыңғайлы болып табылады. Мысалы, дәреже көрсеткіштері бірдей қандайда бір немесе әртүрлі екі санды алайық. Мысалы, А-ның n дәрежесі көбейтілген B-ның m дәрежесі. Бұлардың, мысалы, бір-бірімен көбейтінсін былай жазуға болады. А көбейтілген B, n көбейтілген m деп. Немесе қандайда бір 10-ның, енді нақты мысал келтірсек, 10-ның 5 дәрежесі көбейтілген 10-ның 8 дәрежесін келтіретін болсақ, ол негіздері бірдей, оны математиканы білеміз. Және де дәреже көрсеткіштері қосылады. Мысалы, 10-ның 13 дәрежесі болады. Дәл солай бөлу амалдарында орындауға болады. Мысалы, 10-ның 8 дәрежесін бөлеміз. Мысалы, жерде 5 көбейтілген 10-ның 8 дәрежесі, 2,5 көбейтілген 10-ның, мысалы, 5 дәрежесі болатын болса, бұл жерде біз келесі мәнді аламыз. 2 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесі. Яғни бұл жерде дәреже көрсеткіштері азайтылады бір-бірінен. Өйткені 10-ның 5 дәрежесі алымына бізде теріс таңбамен барады. Мінекейіңіздер, үлкен және кіші сандарды ықшамдап жазу тақырыбіне осыдай мысал келтіруге болады. Соңындағы көрсетілгендер ол бізде дәреже көрсеткіштермен қалай жұмыс істеуге болатындығы туралы ақпарат. Енді сабағымызды қорытындылайтын болсақ, біз эксперимент жасаған кезде өлшеулер мен есептеулердің дәлдігін білу үшін нені білуіміз қажет? Ең алдымен біз осы қолданып жатқан құралымыздың бөлік құнын анықтап алу керекпіз. Және де өлшеу нәтижесіне осы бөлік құнын аспаптың қателігін қосу керекпіз. Ал аспаптың қателігі ол бізде бөлік құнның жартысына тең екендігін ұмытпаңыздар.
Екінші сабақ үлкен және кіші сандарға қатысты тақырыпта біз үлкен сандарды ықшамдап қалай жазуға болады және олармен қандай амалдар жүргізуге болатындығы туралы айтқан болатынбыз. Назарларыңызға үлкен рахмет. Сау болыңыздар.